Жаңа конституцияның жобасы мемлекет пен бизнес арасындағы сенім және ұзақ мерзімді серіктестікті қалыптастырады. Премьер-министрі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен бизнесті дамыту жөніндегі кеңесте осылай деді. Олжас Бектенов іскерлік саланы дамыту мемлекет басшысы айқындаған басым бағыттардың бірі екенін атап өтті. Ал кәсіпкерлер экономикалық реформалар жүргізуде. Басты серіктес және бұл жұмыста Атамекен палатасының рөлі маңызды деді ол. Жаңа конституциясының жобасы халыққа ұсынылды. Жаңа конституцияның мақсаты ол біріншіден егемендігімізді, тәуелсіздігімізді нығайту. Президенттің де ойы, ниеті, мақсаты тек осы ғана. Еліміздің барлық өңірлерінің бизнес өкілдері қатысып отыр. Барлықтарыңызды осы президентімізді жаңа конституцияны қолдауға шақырамын. Бәріміз бір ауыздан бірігіп, бір ел, бір жұдырықтай боп президентімізді жаңа конституцияны қолдайық.